Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдамбетова чалышам, вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Қазай алда бұлынған дамларының тамиріне Жумхурет бюджетінден 300 миллион рубль айрылажақ. Более қарарына Сергей Аксенов муниципаль районлар мемуретлерінің елбашчыларының бераберлікте кечірілген видеоселектор туплашу кетішатында қабыл етті. Мушавер емескен коммуналь хужалық мәселелеріне бағышланды. В этом году готовы выделить до 300 миллионов рублей из республиканского бюджета на ремонт кровель, при том, что глава администрации, управляющей компании подтвердят, что до конца года эти мероприятия могут быть выполнены, и при этом получат письменное согласие председателя МКД на то, что ремонт будет проводиться в этом году, и могут быть задержки, но то есть, что это будет проходить, по сути, в осенне-зимний период. Топлашығының əsas мәселелері арасында территориялар темізленуі, қатты коммуналь қалымтыларының чықарылуы ве Қырым районларында ве шерлерінде чөплік топлануының әсабы олды. Быть указаны поэтапные понедельные планы работ. Эти понедельные планы должны быть для контроля у глав администрации на месте и управляющих компаний с целью хотя бы физического визуального контроля, то есть за количеством людей и техники на объекте, и своевременное информирование. Мушавереке тұшатында 2018-сінесі құрылып бетмеген объектлер бойынша оңайтлы шер мұйтының шекіленуі мевзусында программаның амелге кечірілігі да мұзакер етілді. Татарстандан еледен зияде адам кезлевінің бала лагерінде ашнен зерленді. Шымдолар епсі хастаханеде яталар тақиқат комитеті екі жинай иш açты. Бұрынжысы истемалжылар сақлығының қавсызлығы талапларына ұйғын келмеген қызметлер көстерілді. Екіншісі есе санитар эпидемиология қайделер бозулығы. Зарарлануының себебі норовирус. Роспотребнадзор ашхане саутсаба ішчілерінің оғылюклерінден ве Татарстандан келген балар ешаған корпуста пробалар алды. Кезлев шербашының бұрынжы муавені Кирилл Вавренюк айтқанна көре инфекцияны балалар Татарстандан кетірмелері мүмкін. Экспертизадан сон ерше белі олачақ. Вчера выезжала наша комиссия Минздрава, я в том числе, мы смотрели детей, тяжелых не было. Лечение оказано в полном объеме, согласно стандартов. И уже на момент нашего осмотра во второй половине дня у многих идет хорошая положительная динамика в состоянии. И самочувствие даже ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Хастаханеге балаларының күтлеви еткізілуі ақшам саат онларда башланды. Ашчыларны іштен четлештірділер, қызметлер көстірілуінің кефиеті тешкерілі. Умумен лагерде 700 балар атлана олар Русияның Чешет регионындан келділер. Қырымда 12 муэссесиясының инкишафына бюджеттен 100 миллион рубледен зияде пара айрылажақ. Более қырарны юридик шақысларға субсидиялар берілуі бойынша конкурс комиссиясының топлашуында қабыл еттілер. Ярдым кредитлер ве лизинг ұжызлануы шекілінде көстірілі. Бұл әрекетлерінің кураторы Қырымның вице-премьер-везірі Жумхуретміздің малие везірі Ирина Кивико сайла. Более иш Жумхуретмізде екінші керек кечірілі бұл елі малиеви ярдымға ерлі бюджеттен 100 миллион рубль айрылды. Июльнын бірінден 5-не қадар өзі ақта білдірген 14 муэссеседен малиеви дестекке комиссия азаларының музбет жевабыны 12-сы әлде әтті. Олар тек өзінің икшафыны түшінмектен ғайры, Қырым иқтисадиетінің икшафына да қол тұтмаға істейлер. Максималь пара жазалары ве автобуслар конфискациясы. Қырым Жумхуриятның елбашчысы Сергей Аксенов қанунсыз ташыжылар үшін более жаза чарелерні көрсете. Қырымда қанунсыз ташыжыларнен көреш девам етмекте. Бұны мақсус қызметлер незарет етелер. Қанунсыз çalışқанларға қолақ асмаған мемурлар іштен бошатылмасы ве оларға қаршы жинайышлер açılмасы мүмкін. Жумхурет елбашчысы Қырымның нақлет везірлігіне более мұражат етті. Пек қатты жерянға кечеміз. Сон бір kimsenin жаны ағыртмасын. Ярын ақшамға чәрелер комплексіні ішлеп чықарачақмыз. Максималь пара жазалары, тоталь рейдлер олачақ. Сергей Васильевич, сізге жен качмақ үшін билетіңізні имзаладым. Қырымда пара келері масрафлардан 40 миллион рублеге артты. Бұл тек елінің ярысы девамында. Бұқта Жумхуретміздің малия везірі Ирина Кивико сабат берді. Вице-премьер-везір қошқанына көре, июльнің бірінші күніне везірлер шырасының резерв фондында бұл елі қалған параларының көлемі 300 миллион рубледен 160 миллионны тешкіл етті.
Жумхуриятымыздың келері 75 миллиардқа якынлашты. Бу ағымдаки сене таздықланған келер көлемінден 37,3%-ны тешкил ете. Шу жүмледен шахси келер 19,6 миллиард рублиге якынлашты. Масрафлар бу йылға планаштырылған паралардан 74,8 миллиард, яни йылына 36,4% олды. Бөйлелекне Жумхури бюджетте келер масрафлардан 42 миллион рублиге ашты. Бақчысарайның бұрынжы санлы мектебінде яңы спорт мейданчығы пейда олajaq. Бұнен бәрабер ерлі тренажер залында чоқ бекленілген реконструкция кечірілежек. Беден тербиясы бойынша дерслер насыл алып барылави сентябрінің бұрынден насыл денішмелер көрсетілежек. Бұақта Сабрия Алимова тариф ете. Дымлылық векув қыздырылу системасының бұрылары элекке ошай. Табан исе чұрыды. Это у нас тренажерный зал. Система отопления вышла из строя. Мы живем на пороховой бочке. Она в любой момент может взорваться. Бір қачыл евелсі Бақчысарайда бірінші санлы мектептің тренажер залыны қапатмақ керек олды. Спортзал чалшайды, ләкин оның ішіне кірмек үшін чешіт манияларына кечмек керек еді. Тамирішлері мұнда 80 ел девамында кечірілмеді. В этом году мы вынуждены были снять полы при входе в спортзал, потому что они, в прямом смысле этого слова, провалились. Дерево сгнило, и мы вот эту часть полов демонтировали. Мектептің мудирі Светлана Бундинаның фікіріне көре тамирішлеріні мектептің әрбір одасында кечірмек керек. Қыздыру фесу системаны денгштірмек, яны табан тошемек керек. 5 миллионов. Стоит проектно-сметная документация, она уже готова. И к концу августа этот проект выйдет из госэкспертизы. Сумма проекта 120 миллионов. И мы надеемся, что федеральная программа, куда будет включен наш проект, к следующему лету выделит нам 120 миллионов, и мы закончим к 1 сентября 2020 года капитальный ремонт школы и решим все свои проблемы. Бақчысарай шерінің бірінші санлы мектебінде 800 талебе оқый. Реконструкциядан сон мектеп азбарында яны стадион пейда олajaq. Установка спортивной площадки для командных видов спорта. Дело в том, что школа никогда не имела своего стадиона. И я считаю, что это несправедливо, не соответствует духу времени, поэтому буду добиваться реализации установки спортивной площадки. Бақчысарай кемиеті спортзалына сентябрь айыначы тамир етмеге сөз бере. Мектептің капитал реконструкциясы есе кележек елда екунлежек. Сабрия Алимова, Эльдар Заитов, Меллетичон. Чешет медениет ведени назар нұқталары олған инсанларны бір-біріне насыл етіп яқынлаштырмаға мүмкін. Бұақта Қырым мұсылманларының дени дәресінде тұшындылар. Олар Ақмезетте кімлік ве медениет арамыны себетлері мевзусына бағышланған семинар практикумыны кечірділер. Бөле ғайе Жумхуриятымызды илк сефер музакире етілді. Семинарның әсас мақсады медениет ара коммуникациялар насыл себеплерге бағлы, не üçün чешет милетлерінің векілері арасында анлашмамызлықлар пейда ола. Этник рухиятчы Ольга Павлова айтқанна көре берілген бүлгілер кележекте этник ара веддин ара құнышывға ярдым етежек. Культура накладывает определенный фильтр на наше восприятие всей действительности, и мы все воспринимаем через призму своей культуры. Вот то, к чему мы принадлежим, так мы и рассматриваем мир. Семинарда істеген адам іштирак етті, олардан ирбұры оны мерақландырған суалеріні бере білді. Месал үшін мұсылман еркек насыл олмалы. Айры алда баба оларақ. Бұл суалге жевап оларақ деножылары Мухаммед пейғамберіміздің умнесіні кетірелер ве ондан орнек алмаға тевсие етелер. Büyük insan pek merhametli. Hem ballarına hem torunlarına nasıl davranganını hadislerinden bilemiz. Onun için bütün bu mevzularda Peygamberimizin hem baba olarak hem karbaba olarak nasıl hareket etkenini öğrenmemiz mümkün. Кезлевде Новоозерная койының хастаханесінде иләжхане açıldı. Bu yerде ерлемтязлылар бедава иләжларны ала бөлейлер. Ярдым федераль ве региональ алыжыларға көстірілежек. Оларның янында тек екім ве тіби мусисиясының мұуренен рецепт олмақ керек. Койде боле иләжхане бұрынжы сефир açılды. Евелері бедава иләжіні алмақ үшін адамлар кезлев шеріне бармаға мечбур еділер.
Конечно, это событие многие люди ждали, потому что, по сути, льготополучатели – это люди в основной своей массе, имеющие проблемы серьезные со здоровьем, которые значительно ограничивают их физическую активность. И для них это лишняя трата времени, их жизни, усилий и денег на проезд в другой город. Мы делаем шаг навстречу, и такие шаги запланированы и в будущем. Формация адлы илячхане ағымдаки елмам сонуна де бұтын қырым бойынша да 12 илячхане açmaға планлаштыра. Ахмездете автобуслар вегенгіл арабалар үшін газ баллонларының техник бақылығы бойынша станция açылды. Ростехнадзорның талабына көре оларының мұдеті тази олмалы ве нұқсанлар олмасы мүмкін дегіл. Техник бақылық девамында баллон су ве аванен тешкірілі. Мы испытаем на давление. Давление проходит полностью, баллон соответствует дальнейшей эксплуатации. Если на баллоне отражаются какие-то, не выдерживают испытания, отображаются какие-то там трещины, микротрещины, мы сразу этот баллон не подпускаем к дальнейшей эксплуатации. То есть уже он не проходит сертификацию. Дешетлі қаза судақ ве құтлақ арасындаки соғ дереде екі араба чатышты. Елның бұл қысымыны ерлі сәкенлер олым елу деп саялар. Чөнкі өпе қафлы, құсусан яғмұрлар яған вақыт. Енгіл арабаның айдавжысы қаршы елға чықты ве оның машинасы айланып микроавтобусқа келіп ұрылды. Қырымның февкуляде вазетлер қызметі берген мәліметқа көре, yolcular kefeli ekenler kadın ilak oldu. Енгіл арабаның айдавжысы ве 7 яшлы бала яраландылар. Олар хастаханеге еткізілді. Қырым құртаржылары қазанын ақыбетлеріні yok etmege тырыштылар. Мақсус алетлерінен илак олған yolcu kadını арабадан чықардылар. Полис хадимлері Ахмездет районында яшаған қадындан ве оның арқадашындан 1,5 кило афион мақсулатыны чекіп алдылар. 23 яшлы қызның кираға тұтылған квартирасында шубелі тоз толу пакетлер тапылды. Экспертиза нәтижесінде бұл синтетик наркотикнің бірқач чешіті олғаны белгіленді. О қыз өзінің телефонында ярмадада сақланған гызлы ерлерінің фотоларыны да тұтайды. Тезден полис хадимлері қызның арқадашыны да яқладылар, о психотроп модельеріні ташыды. Оның машинасындан да синтетик афион толу 20 пакет тапылды. Отделом МВД России по Симферопольскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Қырымда Илксефер Илья Вербухның Ромео ве Джульетта бұз ұстынде спектакліні тақдим етежеклер. Июль 18 күні Ялтаның Авангард стадионында бұрден 5 олимпик чемпионы чықышта болынacak. Анда қапалы тайлақ ерлештірілді сабайсы чемпионлар Қырым сәкенлері үшін бедава мастер-класслар кечірежеклер. Гастроллер сентябрь 29-на қадар девам етежек. У нас живой абсолютно звук. У нас есть ледовый коллектив, который включает в себя более 20 спортсменов. У нас есть и ледовая акробатика, у нас есть то, чем богата цирковая жизнь. Это и огонь, это и фокусы. Так что вот это многоярусные не трибуны, а декорации. И у нас есть тот же балет, который не ледовый, а танцевальный. То есть это одновременно будет грандиозное событие. Ливадия сарайы музей фалетінің башланмасына 45 ел толғаныны қайдете. 1974 сенесі июль айында бұл бинада ilk сергі залы açылған еді. Музей коллективі бұрынжы экспозициялар ве хадимлеріні, зеречілер ве четел етлеріні, весиқалар ве китапларыны тақдим етті. Байрам мойты бозым невбетте көлеп хамызда девам етем. Ливадия сарайының музыкаль салонында музейінің уйкен ilmi хадимыны Людмила Прокопованы хайырлайлар. Она 43 еллық экскурсоводлық фаалиеті üçün тәшікернаме берілі. Бірінші сергінің юбилейі шерефіне мында сергі комплексінің сабық хадимлері топландылар. Вторая часть это были передвижные выставки. Первая выставка была очень интересная, с Третьяковской галереи, русская живопись и советская. Потом выставки менялись, и за 45 лет во дворце прошло такое огромное количество самых разнообразных выставок из ведущих музеев
Советского Союза тогда. Людмила Прокопованы кумюш миротворец медалинен тагдирлейлер. Оны яш экскурсоводларны огреткені ичун мекефатлайлар. Ата тәжірибелі хадимлер оннен ақыл танышалар. Ярдым есе әр вақыт керек, чөнки бу сарайда экскурсиялар бір күнге біле тоқтамай. Вот они все проходят и говорят: покажите, пожалуйста, маршрут передвижения. Я говорю: да что тут показывать, здесь 5 комнат. Покажите, пожалуйста. Ну и вот мы идем. Бірінші сергіні Америка Қошма Штатларының президенті Ричард Никсон келуіне азырлаған еділер. Она Ливадия сарайыны көстермеге планлаштырдылар. Бу ерде 1945 сенесі Ялта конференциясы кечірілмек керек еді. Ишлері чоқ ве графигі мурекеп олғаны себебінден о ярымадаға келіп оламады. Ама 1945 сенесі июльнің 16-сында сергі комплексы еркез үшін açılды. Бірінші сергі залы 3 ел тұрды. Бір-бірінен бағылы 6 ода Крым конференциясына бағышланды. Экскурсион икеяны инқиляб музея ишлеп чекарды. Когда выставочный комплекс открылся, то было занято под выставку всего лишь 5 или 6 помещений. А на втором этаже размещались помещения, где санаторий Ливадия проводил свои там процедуры, находились сотрудники санатория Ливадия. И постепенно вот он разросся. Бүгін музей хадимлері Ливадия сарайының архивлеріндегі маземелерінің нумайыш этмеге қарар алдылар. Мектуплер, весиқалар, фоторесімлер бұлар эпосы 1974 сененің сергі залына бағышланды. Ну, флаги, которые здесь вы видите, это подарок Ливадийскому выставочному комплексу от генерального секретаря ООН, Организации Объединенных Наций, Хавьера Переса де Куэльяра, 1988 года. В 1988 году было 150-летие Ялты, и у нас в городе проходил праздник, поэтому в честь юбилея Ялты. Яны сергіні июльнің 26-сына жезерет етмеге мүмкін. Ливадия сарайының музейі еркес үшін ачық. Екі даими сергіді чалыша олар Романовлар ве Крым конференциясының реберлеріне бағышланды. Султания Стакаева, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой. Миллет үшін. Кечкенге жүйі Қырым Шымали Кавказ бұтын мемлекетте ай тұтылғыны көзетмек үшін ең яқшы ерлер олды. Көктегі спектакль бір қач саат девам етті. Тұтылғының максимал қысмында ай ұфу құстынде алчақ ерлешеді ве аты яғмырлава темашаға кедер етмеді. Астрономларының малюматына көре Қырымда невбетеке ай тұтылғыны 2025 сенесінің март 14 күні көзетмеге мүмкін олачақ. РИА Новости агентлігінің мұғбері Александр Полигенько Ахмеджетке яқын ерлешкен Қадыр Джами этрафларында бір сыра дүлбер фотолар чекті. Тархан Құтта Экстрем Крым 2019 адлы халқара фестиваль башланды. Енді 4 елдан берле о дүнияның әрбір көшесінден экстремаларны топлай. Бұл сәфер программаны 2 аптаға бөлділер. Бұл ойын ве спортив қысымлар. Фестиваль мөйтіне бозым телевизион тақымымызда далды. Эльмас Аблакимова девам етем. Виндсерфте денізге чықмақтан әвел кечілген инструктаж. Белчика сакені Кристоф бір қач саты велсе Керчтен Қара Аджи, яни Оленевка көйінде келді. Ве енді тақтаға тұрды. У нас в Бельгии такое стоило бы много денег, а здесь все бесплатно, и это отлично. Люди могут брать профессиональное снаряжение и заниматься виндсерфингом. Место просто великолепное, и люди замечательные. Ел Экстрем Крым адлы халқара фестиваль Жұмхуриетіміздің ғарбында бұттын дүниядан келген экстремал спортчыларны, чалғыжыларны ве ойынчыларны топлай бұсене о 2 hafta devam edecek. Шагаем. Базовый шаг. Раз, два, три, четыре. Бұл Джонхон Латин-Американ бачата ойыны бойынша мастер-класс. Бұл ерде ем яқында ойынчы олғанлар, ем де профессионаллар бар. С большим удовольствием танцуем. Это все-таки как-то подтягивает. И с такой партнершей не танцевать просто грех. Крым Экстрим супер. Фестиваль индустриясының яны енешлерде де осыны сынамаға мүмкін. Здравствуйте, что вы сейчас делали? Расскажите. Это довольно-таки новый вид спорта, называется триклайн. Может попробовать каждый желающий на нашем фестивале и ощутить новые эмоции.
Фестиваль июнның 15-де башланды ве 25-не кадар девам етежек. Мында бір дақа кыйметлі мастер-класслар, спорт дерслері, пляж волейболы. Балалар үшін ойын мейданлары ве аниматорлар чалыша. Олар бутун күн чалышалар. Это такое печенька шоколадное с присыпкой. Попробуем? Давай, дегустируй. Ну как? Вкусно. Тарханкут енді 4 елдан берлі ратланчыларны тема су ве кенеш сайылнен. Спортчы экстремаларны есе юксек далғаларнен мерахландыра. Бу серфинг ве кайт üçün пек келіше. Эльмаса Блакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Шымдықы дақаға бойыпсы қаберлер келечек яйынымызны игрымы бор бұчуқта қачырманас. Хайырлы ақшамлар.